ата-аналарда қорқыныш болды. Мына кісі не айтып жатыр, не керек бұл кісіге, қайдағы инклюзивті білім беру қайырымдық қорлардың үлкен үлесі. Қайырлы күн, құрметті Жұлдызай көрермендері, Жұлдызай подкастына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Әйгерім Мерекеевна, Жұлдызай оңалту орталығының директоры. Әйгерім Мерекеевна, қош келдіңіз. Рахмет келгеніңізге. Енді біз бұл подкастта қайырымдылық ұғымын жаңа жағынан ашып көрсеткіміз келеді. Яғни қайырымдылық, мейірімділік, адамдарға деген махаббат деген сияқты темаларды қозғаймыз. Өзіңіз жайлы, өзіңіздің жасайтын жұмысыңыз жайлы біздің көрермендерге толығырақ айтып берсеңіз. Негізі мен осы ерекше білім беруді қажет ететін балалардың жаңағы оқыту, оңалту саласында көп жыл бойы жұмыс жасап келе жатырмын. Мамандығым да сол. Мамандығым арнайы педагог, дефектолог дейді. Логопедпін өзім. Сондықтан осы маманда мен енді 30 жылдан астам жұмыс жасап жатырмын. Оның ішінде мына инклюзивті білім беру қоғамда қалыптастыру бойынша білім және ғылым министрлігінде 10 жылдай астам жұмыс жасадым. Оның ішінде қазір енді инклюзивті білім беру, инклюзивті қоғам деп қазір енді әр адамның өзінің жаңағы есту бойынша, жаңағы айту бойынша уже бізге үйренішті. Ол кезде 2011 жылы бастап келе жатқанда көбісі түсінбейтін. 15 жыл бұрын. Иә, почти 15 жыл бұрын. Мына кісі не айтып жатыр, не керек бұл кісіге, қайдағы инклюзивті білім беру, ол не жаңағы мынау жалпы білім беретін саланы бірінші көтерейік деген сөздер көп болды. Сондықтан ол жылдары бастаған кезде әрине өте қиын болды. Біз неден бастадық? Мына ең бірінші жұмыстың жүру бойынша ол нормативті құқықтық актілерді жөнге келтіру. Сол кезде бастаған кезде біз мына мемлекеттік бағдарламаларға, ол білім саласын жаңағы жетілдіру бойынша бағдарламаларға индикаторларды енгіздік. Инклюзивті білім беру саласының индикаторы. Ол 2011 жылы бірінші енгіздік. Содан бастап жаңағы инклюзивті білім беру саланы ұлғайту бойынша бірнеше шаралар қабылдадық. Оның ішінде әрине ол мына білім беру қажетті балаларға мұғалімдерді жоғары оқу орындарында дайындау. Ол бірінші. Әрине мұғалім болмаса білім болмайды. Оған біз көп көңіл бөлдік. Бүгінгі таңда әр педвузда, әр маманда инклюзивті білім беру бойынша лекциялар беріледі. Инклюзивті білім беру деген не, оның технологиялары қандай, ол біріншіден. Екіншіден, қоғамды қалыптастыру. Әрине, басында ерекше балалармен қалай жұмыс жасау керек? Иә, басында ата-аналардан да, біз айтып жатырмыз, қалған ата-аналар және мұғалімдерден де біз көп жаңағы қарсылас болды бізге. Өйткені ерекше білім беруді қажет ететін балалар сыныпқа келсе, қалған балалар мұғалімнің көңілсіз жаңағы жағдайда қалама, бүкіл назар, сол жаққа кетіп қалама деген қорқыныш болды. Бүгінгі таңда уже 15 жыл өтті, біз көріп жатырмыз, өте жақсы келе жатыр. Бізде инклюзивті білім беру саласы дамып келе жатыр. Ол біріншіден баланың құқығы ғой. Қандай бала болса да, ол біздің үкіметтің баласы. Оған біз кез келген жағдай жасауымыз керек. Ол енді анық, оны ешкімге насихаттау керек емес деп ойлаймын. Ол баланың құқығы. Біріншіден оған жағдай жасау, өзіне мүмкіндік жасау. Оның ішінде ата-ананы қолдау. Әрине, оны оқыту үшін баланы мектепке қойып, мұғалімге осы баланы оқыт деген ол дұрыс емес. Біріншіден, жаңа мен айтқандай, мұғалімді дайындау. Ол ең бірінші біздің мақсатымыз. Сондықтан ең басында инклюзивті білім беру саланы жаңағы дамытқан кезде біз әрине ең басты мақсатты мұғалімдерді үйрету, соны қойдық.
ол инклюзивті технологияларды қалай пайдалану болады деген жаңағы ең бастысы мұғалімге жағдай жасау. Күнделікті жұмысқа енгізу. Иә, күнделікті жұмысқа енгізу. Өйткені ол баланың бағалауы да бөлек, тапсырма беру да бөлек, өте күрделі жаңағы жағдайларда ата-аналар, мұғалімдер бізді оқыта алмайды деген жаңағы көп сын алдық біз. Сол кезде әрине инклюзивті білім беру саласын ол кезде жарайды мұғалімдер білмейді екен, қоя салайық деген жоқпыз. Өзімізге мақсат қойдық, ол кезең-кезеңмен енді бүгінгі жағдайға келдік. Бүгін енді әр адам инклюзивті білім беру сала деген екен әрі түсінеді. Осы ойлаймын ең жақсы жетістікке келдік біз. Ал енді 15 жыл бұрынғы нәтиже мен қазіргі нәтиженің қандай айырмашылығы бар? Енді ол кезде ерекше балалар азырақ болды ма, немесе қандай жағдайлар әсер етті қазіргі кезге дейін келуіне? Ол кезде ең бастысы ата-анаға айтқым келеді. Ең бастысы ата-аналарда қорқыныш болды. Көп балалар үйден оқыды. Әрине, ол кезде де статистика бойынша, біз психологтық медициналық педагогикалық консультация дейміз, оларда аздау болды. Балаларды анықтау бойынша жұмыстарда кішкене төменірек өтті. Сондықтан бүгінгі таңда бүгінгі ата-ана 15 жылдағы ата-анамен айырмашылығы мүлдем басқа. 15 жылдағы, осыдан 15 жыл бұрын ата-ана ол өзінің баласының құқығын қорғауға білімі де жеткен жоқ, және өзінің намысы да жіберген жоқ, және көп біздің қазақтардың бір ұялу, баланы шығармау деген көп кездестірдік. Бүгінгі таңда ата-анамыз ашық, өзінің баласының құқығы бар екенін біледі. Енді сондықтан ең бірінші айырмашылық ол ата-аналарда деп ойлаймын. Екінші айырмашылық ол біздің педагогтерде. Айтып жатырмын ғой, ең басты біз бастаған кезде олар ерекше білім беруді қажет ететін балаларды өмірінде көрмеген педагогтар, жалпы білім беретін ұйымдардағы. Бұрын олардан қорқатын, қалай жұмыс істеймін, бұны неге ошаққа алып келдіңдер, неге бөлек мектепке жібермейсіңдер деген көп жаңағы ой пікірлер айтылды. Бірақ бүгінгі таңда уже вуздан шыққан студенттер, мектептің, балабақшаның, колледждің қабырғасына келген, олар уже ол балалармен қалай жұмыс істеуді біледі. Сондықтан ең басты айырмашылық 15 жыл бұрын біздің мұғалімдер ол балалармен қалай жұмыс істейтінін білмейтін, қорқатын. Бүгінгі таңда оны біз жеңдік деп ойлаймын. Әрине, бүгінгі таңда әр мұғалім өзі ол баламен кездеспесе, әлі өзінде қорқыныш болады. Уже кездескен кезде бүгінгі таңда система мұғалімге қалай көмек беру, қалай оқыту, ол уже жүйеге келді. Сондықтан бүгінгі таңда біздің педагогты андай қорқыныш жоқ деп ойлаймын. Өйткені жағдай жасалған. Қай баламен қалай жұмыс жасау керектігін біледі. Және де 15 жыл бұрын біздің білім беру саласындағы безбарьерная среда дейік. Ол да қалпына келмеген. Жаңағы пандус десек та, подъемник десек та, жаңағы көз көрмейтіндерге специальная дорожка, ол да болмаған. Қазір қай даже тіпті мектепке, балабақшаға кірсеңіз бәрі бар. Осының бәрі біздің жұмыс. Осыған мен өзімнің ойымша 15 жылда ешқайда бұрмай, осыны кезең-кезеңмен елге түсіндіріп, нормативті құқықтық актілерді жөнге келтіргеннің нәтижесі деп ойлаймын. Керемет. Ал сіздің жұмысыңыздағы ең қиын нәрсе мен ең жеңіл нәрсе қандай деп ойлайсыз? Енді ең қиын нәрсе әрине ол ата-ананың жаңағы сұранысына өзіміздің қоғамда болсын, өзіміздің жұмысымызда болсын сай келмеу. Өте қиын. Қанағаттандырмау. Өйткені әрине ол айтамыз ғой, жоғарыдан келген сын шығар,
ол ата-ананың орнында қалай басқа болады. Сондықтан ондай ата-аналарға бірінші кезеңде көмек көрсетуіміз керек. Ол ең қиын нәрсе. Ата-ана саған сенің алдыңа келіп тұрған кезде сен ол ата-анаға көмек бере алмасаң, ол мен ойлаймын енді өте қиын. Өзің ішіңнен күйінесің, қалай көмектесемін, қалай жағдай жасаймын деген есте қалады. Сондықтан ол өте қиын нәрсе. Мысалы, мен жаңағы айтып отырмын ғой, 2012 жылы ол кезде ұбт тапсырады, балалар. Осындай бір мысал келтіріп келейін. Көкшетауда құлағы нашар еститін қыз ұбт-ны тапсыруға келеді. Құлағында аппарат. Сонда ол қызды ұбт-ға жіберердің алдында ана аппаратыңды шеш деп жаңағы не қояды. Сол кезде ол қыз әрине жылап, ата-анасы, мектептің адамдары, ол нашар еститін, ол соның аппараты дегенге сенбей, мүмкін ол аппарат арқылы сендер жауабын беретін шығарсыңдар деп ақыры шешкізіп кіргізгеннен кейін ол бала әрине стресс алғаннан кейін проходной балл ала алмайды. Ойының бәрі енді емес басқа жаққа кетіп басқа жаққа. Өзі еще естімейді, жаңағы не айтып жатқандарын енді естімейді, әрине енді стресс алған бала. Ол бала жаңағы үміттеніп келген баланың жаңағы көңіліне су сепкендей болды. Сондықтан әрине ата-анасы жылап, апелляция жазып. Енді апелляция біздің кейбір енді жаңағы нормативті құқықтық актілер бойынша біздің құқықтық органдар жауап берген, бала шынымен де қате жауап берген. Болды, сонымен жаба салды. Арғарай ешкім қазбалаған жоқ. Арғарай ешкім қазбалаған жоқ. Одан кейін барып маған мынау Ақмола облысының білім басқармасының ол кезде қазір марқұм болып кетті, ол кісі зам болған. Ол кісі маған шықты, айтты, осындай жағдай болып тұр. Ата-анасы жылап жүр, не істеуге болады. Осылай жіберген жоқ, жаңағы уәкілетті органның жауаптары тұр, бала енді керек балл жинап алған жоқ. Содан кейін мен қызметтік хат жазды министрдің атына. Ол кезде министр Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов осындай жағдай орын алды, осы балаға қайтадан пересдачаға рұқсат беріңіз деп. Сол кезде министрдің бірақ сөзі ол қызға қайтадан тапсыруға мүмкіндік берді. Міне, одан кейін екінші рет кіріп, өзі жаңағы керекті балын жинап, вузға түсіп кетті. Міне, өте керемет нәрсе. Ондай түсінемін, нормативті құқықтық актілер бар, бірақ кейбір жағдайларда көзқарастарды біз өзгертсек, ол жандарға түсініспен қарасақ, онда басқа жағдай болады. Мысалы, ол баланы кіргізсе аппаратмен ешқандай не болмаушы. Ондай жайт орын алмайды. Міне сондай нәрселер әрине 15 жылдың ішінде енді көріп отырмын. Әрине қазір ұбт тапсырған кезде ол балаларға жағдай жасау, ол балаларға жаңағы ұзақтырақ уақыт беру, құлағы естімейтін балаларға сурда переводчик беру, мысалы, сондай қазір жағдайлар бар, жасалып жатыр. Ал енді сіздің жұмысыңыздың арқасында осы ерекше балалар мен олардың отбасында қандай өзгешелік дейміз, айырмашылық көре аласыз? Сіздің жұмысыңыз олардың өмірінде қандай орын алып жатыр, әсер етіп жатыр? Енді әрине ойлаймын, тек жақсы жағынан әсер етеді деп ойлаймын. Өйткені бұл салада жұмыс істеуген өте қиын. Әлі де болсын өте көп түсінбейтін адамдар бар. Ол отбасындағы қиыншылықты. Ең бастысы біздің ол кісілерге көмек беретініміз, ол балаға уақытылы коррекциялық, педагогикалық көмек беру. Ол балаға үміт беру, ең бастысы. Мына үмітсіз адам болмайды дейді. Ата-аналар ерекше бала туған кезде үмітін жоғалтады ол баладан. Ең бастысы біз жұмыс істеп, ата-анаға баланың результатын көрсетсек, ата-ананың жүрегінде ол балаға деген үмітті
жаңағы жандырсақ, сонда жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Не алып келді сізді осындай ерекше балалармен жұмыс жасауға? Бұл салаға өзім білмей келдім. 1986 жылы Қарағанды педагогикалық институтында дефектология факультеті ашылған кезде, ол кезде тек Алматыда бардың, екінші Қарағандыда ашылған. Ол не нәрсе екенін білмейміз. Бірақ бізге айтты, бұл ерекше балалармен жұмыс істейтін факультет, өте жақсы, мейірімді факультет дегеннен кейін соған келдік. Негізі Қазақстанда ол тек екінші факультет қана болды. Сондықтан енді фильмдерден логопед қандай мамандық не естейміз, білеміз, содан бардық негізі. Мынау жаңағы айтатын. Жүрегіңізбен келдіңіз ғой? Иә, былай өйткені әрине біліп бардық, что ол мамандық, дефектология атауы да солай оңай емес деп келдік. Бірақ енді сол кездері бізге айтатын, қалай бардыңдар, қалай қорықпайсыңдар ондай балалардан. Больницаларға барамыз, оқуымыз өте қатал болды. Бірінші больницаларға барамыз, жаңа туылған инвалид балаларға қалай көмек көрсету, жаңағы әлеуметтік саладағы дом-интернат бар для инвалидов, соған барамыз. Әрине өте ауыр балаларды көрдік. Содан енді 30 адам түстік па, 30 адам бітіріп кеттік. Ешқайсымыз басқа салаға кеткен жоқпыз, тартынбай осы салаға келдік па, осы салаға енді мен ойлаймын, жүрегі ерекше адамдар келеді, өзімді айтып жатқан жоқ, өзімнің коллегаларымды көремін, күнделікті ондай балалармен жұмыс істеу әрине өте қиын. Жалпы қайырымдылық саласында жұмыс жасайтын адамдарға ең бірінші үлкен жүрек керек, шыдам керек, сабырлық керек, содан кейін уже профессионализм тағысын тағы кетер. Өйткені әр баламен жеке жұмыс істейді. Мен түсінемін, сыныптағы мұғалім ол келеді, 35 баламы, 25 баламы тақтада тұрып бәріне бірдей теманы айтады. Ал дефектолог алдыңа келген бала әр диагнозы әртүрлі. Сондықтан ол баламен, каждый баламен жеке жұмыс істеуің керексің. Әрқайсына план бар, бөлек деген сияқты. Ал өміріңіз қайырымдылықпен қалай байланысып кетті? Мен министрлікте жұмыс істеп жүрген кезде көп қайырымдылық фондтармен жұмыс істедік. Өте көп. Негізі айта кететінім, инклюзивті білім беру қоғамның білім саласының дамуы, ол мына қайырымдылық қорлардың үлкен үлесі. Ең үлкен үлесі. Көптеген мемлекеттің қолы жетпей жатқан осы жұмысты қазір біз жақсартайық деген жағдайда қайырымдылық қорлар жұмыс жасап жатыр. Жеке адамдардың инициативасы бар, компаниялардың инициативасы бар деген сияқты. Сол кезден жұмыс істеп жүргенде үлкен фондтарды білеміз, бәрі өте жақсы жұмыс істейді. Оның ішінде Жұлдызай қоры. Жұлдызай қорының әсіресе Жұлдызай фестивалі уже 20 жылдан астам жұмыс істеп келе жатыр. Оны мен Қарағандының білім басқармасында жұмыс істеп жүрген кезде бастаған сол кісілер келіп, сол кісілердің бастауымен біз осындай арнайы мектептердің оқушыларын ұйымдастырып, творчестволық конкурс өткізіп, Жұлдызай арқылы балаларды үлкен сахнаға шығардық. Сол кезден қайырымдылық қорлардың мемлекеттік саясат ретінде үлкен жұмыс атқаратын көзім жетті. Өйткені шынымен де өте маңызды, өйткені шынымен де мемлекеттің басты міндеті ол жаңағы саясатты атқару. Ал оның жүзеге асыру ол жергілікті органдардың құзыреті және осындай фондтар көмектің орында. Мысалы көптеген жылдары Жұлдызай қорының оңалту орталықтарды ашу, фестивальді жүргізу, мүмкіндік жаңағы жобасын өткізу, оған әрине мемлекеттің қоры жетпейді. Бәріне несі жете бермейді, уақыты да, қоры да, кейде өйткені қорлар бұл жерде немен көмек бере алады. Өйткені өздерінің тарапынан қор жинайды,
одан кейін өздерінің тарапынан жаңағы адамдарды жинайды, соны ұйымдастырады. Ол үлкен көмек. Мен министрлікте істеп жүрген кезде көп жақсы бастамалар, негізгі құқықтық актілерге енген, ол именно қорлардың бастамасы. Сондықтан әрине бұл жерде осы қайырымдылыққа келгенімде осы қорлардың үлкен нәтижесі бойынша осылай келдім. Бүгінгі таңда Жұлдызай қорының оңалту орталықтың басшысымын. Өте керемет жұмыстарды атқарып жатырмыз. Балаларды аяққа тұрғызып, жаңағы тұсаукесер рәсімін өткізіп жатырмыз. Балаларды сөйлетіп, тілашар жасап жатырмыз. Әрине, өйткені Астана қаласын алсақ та, бүгінгі таңда кабинет коррекции дейміз, онда мемлекет тарапынан ашып жатыр. Бірақ бұл салада әлі көп проблема бар екенін білеміз. Ол біріншіден әлі ол жетпей жатыр. Балалар саны, ресурс жетпей жатыр мемлекетте. Сондықтан мына жағынан қор көмек беріп, осындай оңалту орталықтарды өзінің тарапынан ашып жатыр. Ол да керемет жағдай ата-аналарға жасалған. Осы қайырымдылық саласына келгелі бері бір есіңізде бір мейірімділіктің моделі ретінде қалып қойған бір оқиғалар бар ма? Бұл саласы. Әрине, бұл жерде мысалы бүгінгі таңда мен айтып жатырмын, осы қайырымдылық қорынға келгенде біздің мына оңалту орталықтарды алсақ, оңалту орталығында көптеген үлкен компаниялар ата-аналарға қол ұшын бермек. Өйткені көп жеке меншік оңалту орталықтар бар, олардың қаражатын ата-аналар тарта алмайды. Сондықтан бұл жерде ата-анаға көмек беріп, ата-ананың қолына емес, ата-ана көмек алу үшін сондай қайырымдылық жасау, ол өте керемет жағдай. Бізде мысалы жаңағы Жұлдызай фестивалін айттым ғой, Анар Абжанова. Қазір белгілі суретші. Анармен біз күнде жаңағы байланыстамыз. Анарды өзім баяғыдан білемін, министрлікте істеп жүрген кезде. Анар өзі Алматыда мына құлағы нашар еститін балалар интернатын бітірді. Бүгінгі таңда танымал суретші, художник. Картиналары өте керемет. Осының өзінде Жұлдызай фестивалі менің тәбетімді ашты, маған жаңағы жол көрсетіп берді деп, ол өзінің суреттерін сатып, қорға көмектеседі. Міне, қандай жақсы. Өзі жаңағы осы фестиваль арқылы жол ашты творчествоға, соны түсініп, жаңа қайырымдылық, басқа балаларға жол ашып жатыр. Бұл деген керемет модель. Тек өзіне емес, жаңағы өзінің, біз айтамыз ғой, помочь малой родине. Мысалы, өзінің туған жеріңе көмектессең, туған мектебіңе көмектессең, немесе өзіңнің жаңағы, бізде айтып жатады, қайырымдылықты тек көрсетіп емес, өзің кез келген, білетін, аз қамтылған отбасыларға көмек берсең, ол да керемет нәрсе. Бүгінгі таңда әрине осындай көп модельдерді көріп жатырмыз. Осыған көзім жетті, әрине бұл жерде әр адамның сана сезімі. Қаншалықты бүгін мен осы балаға көмегім тиеді, Қазақстанның болашағына қаншама көмегім тиеді. Осыны біз жаңағы әр азамат өзінің жүрегіне өткізсе, онда мен ойлаймын, мемлекеттік саласы мен қайырымдылық жаңағы саласы бірлессек, онда енді үлкен-үлкен істер іске асырылады. Ал енді қазір соңғы жаңалықтарға байланысты қайырымдылықты кейбір адамдар кішкене негативті түрде қабылдайды. Кішкене мошенничество бар дейді, басқасы бар дейді. Сол жағына өзіңіздің көзқарасыңызды айтып өтесіз? Енді о жағынан айтсақ, әр салада, әр уақытта келеңсіз жағдайлар болады.
ең бастысы ондай жаңағы сіз айтып жатқан жағдайларға мына біздің балалар кінәлі емес. Ең бастысы ата-аналарды, балаларды кінәлі емес. Сондықтан мына балалардың ата-ананың үмітін үзбей, негізі қайырымдылық біздің қанымызда да бар, енді дінімізде де бар, қалай айтсақ та. Енді ондай адамдар әр салада болуы мүмкін, одан енді ешкім орысша айтқанда не застрахован, бірақ оның өзі, мен ойлаймын, оны болдырмау, ол әрине уәкілетті органдардың құзыреті, ал бірақ қайырымдылықты жасау керек. Ол ең бастысы біздің мемлекеттің, біздің болашақ балалардың жаңағы өмірі. Сондықтан әрине өте бүгінгі таңда біз соцсеттен қараймыз, көп соны айтып жатады. Бірақ мен ойлаймын, интернетте, соцсетте наоборот жақсы нәрселерді айту керек. Жақсы нәрселерді айту керек. Мысалы, Димаш Құдайберген интернетте оның жаңалығы, Қытайдан бірінші орын алған жаңалығы бүкіл сол кездегі жаман жаңалықтарды жойып жіберді. Сондықтан бүгінгі таңда интернетте жаман жағын айтып жатса, біз жақсы жағын көрсетуіміз керек. Сонда адамда сенім болады, сонда адамда жаңағы көңілі қалмайды, үмітін үзбейді онда. Сіздің жұмыста жалпы қандай эмоциялар көп болады? Ата-аналардың тарапынан, өздеріңіздің тарапыңыздан, коллегаларыңыз тарапынан? Енді керемет ол. Оны қазір айтып мүмкін емес. Оны қазір, мысалы, тыңдап атқанда ойлайсыз, енді сөз ғой деп, оны шынымен де сөзбен жеткізе алмайсың. Бала бірінші қадамын басып атқанда, ата-ананың жаңағы үміті жаңағы ақталып атқанда, ол енді сөзге келмейді, әрине. Сондықтан бұл салаға келгеніме өте қуаныштымын. Бірінші очередте қуаныш тұрады. Өте қуаныш, және ол іштегі бір сондай сезім, әсіресе қордың осындай жағдай жасап атқанына енді керемет. Биогруппқа мысалы, біз айтып жатырмыз, бұл үлкен компанияның жасап атқан көпісін білмейді адамдар. Олар жаңа айтады ғой, жақсы істі айтпай жасаған. Оны енді жаңағы біз айтып жатырмыз, қаншама оңалту орталықтан мыңдаған балалар бізден өтіп жатыр. 5 филиалымыз бар. Шымкент қаласында да, Алматы қаласында, Атырауда осының бүкіл жаңағы балаларға көмек көрсетіп жатқанымыз, ол енді айтады ғой, Алладан қайтсын. Биогрупп компанияны үндемей жасап жатқан, көбісі жария қылмай жасап жатқан жақсылығы, енді біздің мемлекетімізге үлкен үлес деп ойлаймын. Сондықтан жұмысымда келіп, әр салада жұмыс істедім, басқармада да, мектепте де жұмыс істедім, министрлікте де жұмыс істедім, ғылыми орталықта да жұмыс істедім. Осында келіп, енді күнделікті ата-ананың, баланың көзінде көріп жатқан қуаныш, ол әрине айтуға сыймайды осы передачаңызда. Сондықтан осы жұмыстың ең бастысы қоғамға өзімнің ең үлкен миссия деп ойлаймын. Жалпы қайырымдылық ұғымын сіз өзіңіз қалай түсінесіз? Жалпы қайырымдылық ұғымын мен енді ең бастысы ол көмек беру. Қолыңнан не келеді, сол жағдай жасау. Жақыныңа болсын, көршіңе болсын, ауылыңа болсын, ол біз айтып жатырмыз, адам енді тек мен беретінім жоқ деп ойлайды ғой, мен осыншама бай емеспін, маған көмек берсін, менде қаражат жоқ, маған наоборот көмектесін деген жоқ. Мынау қайырымдылық саласында жүріп, жаңағы білгенім, біреуге жақсылық жасасаң, біреудің көзінде сен жасаған жақсылықтың нәтижесін көрсең, өзіңе 10 есе қайтады екен. Жақсы сөз айтсаң да,
мысалы бүгінгі таңда мынау бір-бірімен ұрсып жатады, жаман сөз айтып жатады, оның да енді жаман жағы бар. Бірақ қайырымдылық деген мынау өзінің атауы да солай, қайырымыңды беру. Жақсы сөзбен, жақсы іспен жасасаң, онда саған 10 есе артық қайтады деп ойлаймын. Оны оған көзіміз жетеді. Күнде жаңағы балалардың ата-анасы қуанып атқанда, өзің жүргендей боласың. Бұл енді керемет. Айта алмайтындай шынымен. Қайырымдылық қалай ойлайсыз, ол туа біткен қасиет па, немесе өмір бойы нарабатываться ететін навык па? Ол енді туа бітеді деп ойламаймын. Туа бітеді деп ойламаймын, өйткені жаңағы әрине ол адамның тәрбиесіне байланысты, ортасына байланысты, бірақ жақсылық жасау ол кез келген жағдайда өзіне қабылдауға болады. Сондықтан қайырым жасаудан бас тартпау керек. Әр уақытта мынау қартайғанша жасамасаң, қартайып тұрғанда да жасасаң да еш нәрсе артық болмайды деп ойлаймын. Осы қайырымдылық саласында жүріп енді есіңізге алатын бір керемет, мейірімді историялар, добрый история деп айтамыз ғой, сондай мысалдарыңыз бар ма өміріңізде? Иә, бізде мысалы мынау орталықта екі егіз баланың сауын кесіп аяққа тұрғыздық. Сонда жаңағы екі егіз бала, олар уже 10-нан аса, жастары 10-нан асты. Сонда кез келген жаңағы қалаға барып, мамандарға барып көмек ала алмаған ол балалар. Бізге келіп, біздің мықты мамандар аяққа тұрғызды. Аяққа тұрғызды, тұсаукесерін өткізді. Сонда біраз уақыт өткеннен кейін біздің мамандар Алматыға оқуға барады. Сол оқудың лекторы жаңағы екі баланың атасы екен. Жаңағы оқушылар өз-өзін таныстырған кезде, жаңағы мен Жұлдызай орталығынан дегенде, ана кісі жылап жіберіпті. Сіздер Астанадағы орталықтансыздар ма? Иә, біз сол жерден келдік дегенде, жаңағы біздің мамандарды құрметтеп, енді қалайда, мысалы, атасы ана жақта білмеген екі баланы біз аяққа тұрғызғанда, енді әкесі мен шешесі келіп жүрді ғой, атасын көрмегенбіз. Сол кезде бүкіл жаңағы оқуға келген тыңдаушылардың алдында атасы жылап жіберіпті. Міне сіздерге көп рахмет, міне сіздерге басымды иемін. Өйткені екі немерем осыншама жасқа келіп, жаңағы қадамын баспаған, соны көрдік деп сөйтіп. Сонда енді сондайды жаңа көргенде, естігенде енді керемет боласың. Денен түсірген. Иә, сонда міне осындай историялар көп. Айта берсең, әрине өте көп. Мен айтам, осы айтып отырмын, қайырымдылық жасасаң, өзіңе орала береді. Өте орала береді. Сонда жаңағы ана кісінің берген материалдары да, лекциялары да біздің мамандарға бүйтіп бергені, ол оның өзі қайда жатыр. Мысалы, қазақ ата-бабамыз ең басты байлық ол білім деген. Ең басты байлық. Ол білімді сенен ешкім тартып ала алмайды. Ол әр сенмен жүретін байлығың. Сондықтан міне екі баланы аяғына тұрғызып, қандай байлық келді бізге. Қандай жаңағы білімді, бүкіл лекциясын, бүкіл білімін беріп жатыр ана кісі. Иә, сөйтіп үйретіп бізге сөйтіп жатыр. Керемет емес пе міне. Күшті. Тағы қандай историялар бар? Жаңа өте көп историялар. Бізде мысалы Шымкент қаласында, біз жаңағы айттық қой, біздің Шымкентте филиалымыз бар. Ол жаңағы Шымкенттен біз жаңағы оңалту орталығының жанынан арт студияны аштық. Арт студияны ашып, біз осы арт студияда балаларды, мүгедектігі бар балаларды жаңағы сурет салуға үйретеміз.
ең бастысы бастаған кезде қорқыныш болды бізде. Қалай бастаймыз, қалай бастап кетеміз, жаңағы опыт жоқ себебі опыт жоқ, иә, сол салада. Сонда біздің мынау Шымкент қаласында өте керемет маман, мынау оқушылар сарайында жұмыс істейді. Баласы мүгедектігі бар, біздің орталыққа кезінде келген екен. Сол естіп, біздің инстаграмнан көріп, осындай арт студияны ашып жатырмыз деп, о кісі келіп, бізге бесплатный мастер-класс өткізді. Міне, енді керемет, мен айтып отырмын ғой, қаншама бір істі бастасам, сол бұрын жасаған жақсылығымыз алдымыздан шығып жатыр. Иә, берекелі болып жатыр. Міне, енді о кісілер келіп, бізге енді мамандарымызды үйретті, қалай сурет салды, қалай жаңағы балалармен жұмыс істеуді бәрін үйретіп берді. Бесплатный мастер-класс қай кезде болсын көрсетеміз. Енді баласы өсіп кетті үлкен, бірақ оның алдында біздің оңалту орталыққа келіп көмек алғанның нәтижесі. Осындай нәрселер өте көп болады, сондықтан айтып жатырмын, қайырымдылық жолында жүрген адамдар, ол Алланың жолында жүрген адамдар. Көмектескен адамдардың жолы ашық болатын сияқты көрінеді. Керек кезде адам да табылады, керек кезде жұмысы да жүріп кетеді деген сияқты. Жақсылықтан қайтып келу деген сол шығар. Сіз үшін енді мейірімділік деген не? Мейірімділік деген ол ең бастысы әр адамды түсіну білу. Өйткені көп жағдайда мейірімділікті адамдар түсінбейді. Өйткені мейірімді болу, ол ойлайды, бір көмек көрсету деп ойлайды. Ол тек ол емес. Мейірімді болу әр адамды түсіну, әр адамның жағдайына кіру, әр адамға қол ұшын беру. Осы мейірімділік. Мейірімділікті ол толығымен ұғынған адам бүгінгі таңда как раз инклюзивті білім беру, қоғамды қалыптастыратын адам. Өйткені бізде көбінесе айтады, мен мейірімдімін. Ал жанынан мүгедектігі бар адам келіп, жаңағы балалары көбінесе аутизмі бар балалар, олар далада, көшеде өзін қалай ұстауын білмейді. Сондықтан көп адамдар ата-анасына жаңағы замечание айтып айтады. Ол дегеніңіз мейірімділікке жатпайды. Ол баланы ата-ананы түсіну. Сондықтан мейірімділік деген ұғым мен үшін ол өте үлкен ұғым. Бәрі кіреді. Мейірімді болу деген ол ата-ана бәрін түсіну, жағдайына жаңағы кіру, және келгеніңше көмек беру. Ал енді Қазақстанның инклюзивті орта болуына қанша уақыт керек деп ойлайсыз тағы? Енді инклюзивті білім, инклюзивті қоғамды құрдық деген, міне біз құрдық деген оған ешқашан жетпейміз. Ол күнделікті жұмыс. Өйткені айтып атады, ой, бұрын бұлай болған, біз келдік, біз керемет, біз дамыттық деген, ондай болмайды. Әр уақыттың, әр кезеңнің өзінің кішкентай бөліктермен құрылатын нәрсе. Сөйтіп құрылатын нәрсе. Өйткені жыл сайын жаңа аурулар шығып жатыр, шынымен де. Осыдан 20 жыл, 30 бұрын аутизм деген ауру ұғым жоқ еді бізде. Қазір ол келіп жатыр. Солай сияқты әр заманның өзінің несі бар. Сондықтан бірақ инклюзивті қоғамды құру, оған әр жыл сайын өзіміздің үлесімізді қоссақ, ол енді соған хотя бы примерно келеміз деп ойлаймын. Рахмет сізге, Әйгерім Еркеевна, бүгінгі сұхбат үшін. Барша көрермендерге рахмет. Бүгінгі подкастымыз соңына дейін жетті. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, келесі шығарылымдарды күтіңіздер.